Ассалаумағалейкум рахматуллахи ва баракатух. Құрметті қазақ елі, бүгін бізден мынандай сұрақ туындап жатыр. Мемлекеттік кірістер комитетінде немесе атыңызда салық немесе жер учаскесінің төленбей қалған салық бар немесе жоқ туралы мәлімет алу үшін қандай анықтама қажет? Соны қалай алатын боламыз? Сол жайлы болады. Ол үшін бізге интернет қажет. Государственный доход. Осы сайтты басамыз, КГД десек өзі шығады. Мына жерде комитет государственных доходов министерства деген бар. Осы бағананы басамыз. Қазақ тілін таңдаймыз. Осы жерде бізге керегі Қазақстан Республикасы электрондық сервистері деген мақаланы басамыз. Осы мақаланы және күтеміз. Интернеттің жылдамдығына байланысты ашылуы. Кейін мына жерде салық берешегінің жоқ бар екендігі туралы мәліметтер. Осы батырманы басамыз. 2, 3, 4-ші. Басамыз. Және мұнда өзіміздің иінімізді тереміз. Чесенімізді енгіземіз. Сосын янеролдық деген үшінге шығарамыз. Және іздеу. Не астында шығатын болады. Мысалы, төменге түсірсеңіздер, салық, қарыздарыңыз, берешектеріңіз бар жоғы көрінетін болады. Жер учаскесі немесе жылжымайтын мүлік, автокөлік құралдары атыңызда болса, осы жерден шығады. Толығырақ деген батырманы бассаңыздар шығатын болады. Барлығын жүктеп алу үшін бізге анықтама қажет болса, жүктеу батырмасын басамыз. Жерін сақтаймыз. PDF форматта шығатын болады. Осылай шығатын болады. Назарларыңызға рахмет. Видео ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Каналдың дамуына атсалысайық.